Қайырлы күн қадірменді көрермен, біздің кезекті бейне сабаққа қош келдіңіздер. Және бүгінгі видео барысында біз сіздерге серіктес кабинеті туралы айтатын боламыз. Яғни сіз Амаркетс брокерлік компаниясының серіктесі бола алатын мүмкіндігіңіз бар екенін айта кету қажет. Біріншіден, енді серіктес ретінде тіркелу процедурасын өту үшін бізде біздің сайтта Амаркетсте есепшотыңыз ашылған болуы тиіс. Әрмен қарай сіздер өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізге өтесіздер. Яғни почтаңызбен құпия сөзіңізді жазып, біздің жеке кабинетімізге өтіп, оң жақ жоғары бұрыштағы батырманы басып, мінекей серіктес партнеры деген батырма арқылы бұл сілтемеден өтетін боласыздар. Бұл жерде екі түрлі жалпы есебімен серіктестік мүмкіндіктері бар екенін көріп отырмыз. Біріншісі ол агент ретінде, екіншісі ол вебмастер ретінде. Бұның айырмашылығы неде деп сұрайтын болсаңыздар, сіздер жалпы есебімен алып келген рефералдарыңыз, яғни алып келген трейдерлеріңіздің агент түрін айтатын болсақ, алып келген трейдерлеріңіздің жасап жатқан саудаларынан қандай да бір кішігірім комиссия алатын боласыздар. Ал вебмастер туралы айтатын болсақ, бұл жерде бір жалпы есебімен өткен тіркелу процедурасы үшін $20 дейін, және әрбір депозит үшін $500 дейін. Ол әрине де депозит мөлшерлемесіне байланысты болмайды. Осы екі түрлі серіктестік моделі бізде бар. Соның біреуін таңдайтын боласыздар. Және біз көріп отқандай, мінекей тіркелу процедурасы оңай. Бұл жерде жалпы есебімен өзіңіз туралы ақпаратты енгізесіздер, қандай тіл сіздерге қолайлы екені туралы, және бұл жерде жалпы туған күніңізді енгізуіңіз тиіс, көріп отқандарыңыздай. Және бұл жерде онымен қатар телеграм логиніңізді енгізесіздер. Оңай түрде тіркелу процедурасы өтіледі. Және бүкіл керекті ақпараттарды енгізген соң, серіктестік программа туралы қай жерден ақпаратты таптыңыз деген сұраққа жауапты бұл жерде енгізу қажет. Немесе интернетте таптым, немесе достарым маған айтып берді деген сияқты, немесе басқа серіктес болуы мүмкін. Яғни бұл сұраққа жауапты бұл жерде таңдайтын боласыздар. Жалпы есебімен қандай іс-әрекеттерді трейдинг барысында, мысалы үшін копи трейдинг жасайсыздар ма, әлде сауда сигналдары, ребейт сервистеріңіз бар ма, осыны таңдау қажет. Жоқ деп таңдасаңыздар да болады, жалпы есебімен айтқанда. Және әрмен қарай өзіңіздің кішігірім тәжірибеңіз туралы ақпаратты енгізу қажет. Яғни инвестиция мен трейдингте тәжірибеңіз бар болса, мына батырманы басасыздар, қай компанияларда істегеніңіз туралы ақпаратты енгізесіздер. Әрмен қарай екінші сұрақ, ол әрине де серіктес программалардағы тәжірибе. Егер бар болса, басасыздар, тағы да бір рет компаниялардың есімдерін енгізуіңіз тиіс. Егер сіздерде өздеріңіздің жалпы тұтынушыларыңыздың базасы бар болса, мынаны басасыздар. Ал сіздерде мінекей көріп отқандарыңыздай веб-сайтыңыз бар болса, осы веб-сайтыңыздың URL адресін, яғни жазасыздар. Өзіңіздің жалпы есебімен бизнесіңіз туралы кішігірім ақпарат егер бар болса, өзіңіз туралы жалпы жаңадан рефералдар алып келу тәжірибесі бар болса, бұл блогта мінекей жазсаңыздар болады. Бұл ақпараттың барлығын және тіркелу процедурасынан өту оңай екенін айта кету қажет. Иә, дәл осы орайда мінекей біз көріп отқандай қиын ештеңесі жоқ. Және стать партнером деген батырманы басасыздар. Әрмен қарай сіздердің жеке кабинеттеріңіз, яғни серіктес жеке кабинеті ашылады. Мынау сіздің жалпы есебімен айтқанда жеке кодыңыз және рефералдық сілтемеңіз. Дәл осыны тарата аласыздар. Жаңадан трейдерлерді алып келетін болсаңыздар, мінекей біз көріп отқандай бүгінге арналған сыйақылар, жалпы сыйақылар мөлшері және неше жаңадан келген тұтынушыларды алып келгеніңіз. Онымен қатар бізде сыйақы деңгейлері бар екенін айта кету қажет. Бастапқы деңгей ол сильвер, әрмен қарай ол бізде голд және платинум деңгейлері бар екенін көріп отырмыз. Сильвер ол бізде
нөлден үшке дейін тұтынушылар саны, 100-ге дейін лоттар, голд, 3-тен астам тұтынушылар саны және 100-ден 299-ға дейін ашылған лоттар, ал платинум болса 5-тен астам жаңадан алып келген тұтынушылар саны және 300-ден астам ашылған лоттар. Яғни әрбір жалпы сыйақы мөлшерлемелері осы деңгейге байланысты болмақ. Егер сіз жалпы есебімен жаңа тұтынушыны алып келемін дейтін болсаңыз, және оның әмиян нөмірін білетін болсаңыздар, дәл осы мінекей поиск клиентов деген нүктеде әмиян нөмірін енгізе аласыздар. Келешекте тағы да есепшот нөмірін енгізуге мүмкіндігіңіз пайда болады, және әмиян нөмірін енгізген соң мінекей іздеу батырмасын басып таба аласыздар. Мен әрине 1-6-ға дейін жазған соң бұл жерде еш әмиян нөмірі табылмағанын көріп отырмыз. Бұл жерде енді жалпы есебімен тағы да сіздің рефералдық сілтемеңіз арқылы тіркелген соңғы тұтынушылар туралы ақпарат көрсетілетін болады. Иә, біз көріп отқандай толыққанды жалпы ақпаратты көремін дейтін болсаңыздар, осы батырмаға басасыздар. Белсенді тұтынушылар саны, жалпы тұтынушылар саны, нақты конверсия қандай, және дәл қазір болып жатқан конверсия қандай екенін көре аласыздар. Мінекей тұтынушылар тізімі де осында. Жалпы әмиян нөмірі, тіркелу күні, жалпы есебімен иә, қай елден және қандай депозитті жасағанын көре аласыздар. Бұл жерде тағы да жалпы есебімен периодты орнатуға болады. Яғни мысалы үшін 25-ші жылдан бері қараймын дейтін болсаңыздар, өзгерте аласыздар. Қай күннен бастап қай күнге дейін көретін мүмкіндіктеріңіз бар екенін барлығы осында, достар, және маңызды ақпараттардың барлығы да осында екенін көріп отырмыз. Яғни тіркелулер, сыйақылар мөлшерлемесі және оның структурасы, барлығы қызықты ақпараттардың барлығы осында екенін айта кету қажет. Жалпы есебімен айтқанда жеке кабинеттің функционалы оңай және интуитивті түрде түсінікті екенін айта кету қажет, достар. Бірақ жалпы есебімен бұл жерде өте көп бізде басқа сілтемелер бар екенін көріп отырмыз. Яғни сілтемелер, веб API, баннерлер, виджеттер, ребейт сервистері және RSS жүйесі бар екенін көріп отырмыз. Бұл туралы біз сіздермен бірге әрине де басқа видеолар барысында талқылайтын боламыз. Бірақ басты функциялардың барлығы осы басты бетте орналасқанын көріп отырмыз. Және сіздерге ең керектісі ол әрине де сіздің жеке кодыңыз және сіздің жеке рефералды сілтемеңізбен жалпы есебімен ақшаны енгізу, шығару батырмалары, транзакциялар тарихы және де толыққанды сыйақы туралы статистиканың барлығы осында орналасатын болмақ. Және достар, осы ақпаратты қолданыңыздар. Келесі біздің бейне сабақтарымыз барысында біз толыққанды осы серіктес кабинеті туралы сіздерге түсіндіретін боламыз. Және осымен бүгінгі бейне сабақ өз мәресіне жетуде. Назарларыңыз үшін рахмет. Егер форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің WhatsApp және Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Біздің менеджерлер тағы да WhatsApp арқылы да қолдау көрсете алатын мүмкіндіктері бар екенін де естеріңізге сала кетейік. Онымен қатар біздің YouTube арнамызға да жазылып хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Және келесі бейне сабақтар барысында кездескенше сау болыңыздар.